Қазақстан жаңа инвестициялық кезеңді бастауға тиіс. Қаржыны қазынадан алып, оны инвестиция деп көрсете салатын уақыт кетті. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүрмей, нарықтық экономика қағидаттарына бағынатын кез келді. Президенттің үкіметке жүктеген міндеті бұл. Қосшыдан басшы көп, сан бар, сапа жоқ. Келісім жасалады, нәтижесін көрмейміз. Неге? Өйткені созбалаңға саламыз дейді президент. Инвестиция тартуда олқылық көп. Президенттің талабы қандай? Бүгін осы мәселені қаузаймыз. Армысыз, эфирде түйін. Жағымды жаңалықтан бастайық. Жуырда Қазақстан инвестиция тарту бойынша Орталық Азияда көш бастады. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясы ұсынған 2025 жылғы дүниежүзілік инвестициялық есепті мәліметтеріне сүйенсек, 2024 жылға дейін Қазақстанға тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың жиынтық көлемі шамамен 151 миллиард доллар болды. Бұл көрсеткіш Орталық Азияның өзге мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары екенін көрсетеді. Жалпы елдегі инвестициялық ахуал жаман емес. Көріп тұрғандарыңыздай іргеміздегі көршімізден озып-ақ тұрмыз. Бірақ былтыр елімізге тартылған тікелей инвестицияның көлемі өссе де, қарқыны әлі де баяу. Ал президенттің талап етіп отырғаны сан емес, сапа. Сапа неге ақсап тұр? Сан қуамыз деп, кейде мемлекет инвестордың рөлін өз атқарады. Бюджет қаржысын жұмсап, оны инвестиция ретінде көрсетеді. Әлбетте бұл нарықтық экономиканың ережелеріне қайшы. Сондықтан жаңа әрі сапалы инвестиция тартуға арналған бір тұтас стратегия қажет дейді мемлекет басшысы. Сапалы деп отырғаны жоғары технологиясы бар заманауи өндірістерге басымдық беру. Бүгінгі ахуалға үңілсек, жоғары технологиялы өндірістердің үлесі әлі де төмен. Өңдеу өнеркәсібі жеткілікті дамымаған, экспорт құрылымы шикізатқа тәуелді. Яғни біз инвестиция тартып отырмыз, бірақ ол экономиканың құрылымын түбегейлі өзгертпей отыр. Бұдан қалды, жеке сектордың экономикадағы үлесі мардымсыз. Ірі активтердің негізгі иесі ұлттық компаниялардың еншісінде. Қосшыдан басшысы көп, бұл мекемелердің жұмысына президенттің көңілі аса толмағандай. Үкіметтің соңғы кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы Самұрық Қазына қоры және бірқатар ұлттық компания басшыларымен қатаң әңгіме болды. Компаниялардың құрылымын түбегейлі қайта қарап, жаңа заманға бейімдеу керек. Менің ойымша, қосшыдан басшы көп, басшылық құрамы ел айтып жүргендей, сол жағалаудың адамдарына толып қалған. Олардың жұмысқа көміліп жатқан ештеңесі жоқ. Кейде не істерін білмей әлеуметтік желілерде әркіммен пікір таластырып отырады. Бұл түбі жақсылыққа апармайды деді. Егер басқару жүйесінде жауапкершілік әлсіз болса, инвестиция келмейді. Ал инвестиция келмесе, жаңа жұмыс орны ашылмайды. Халықтың табысы артпайды. Қарапайым заңдылық. Сонымен, экономикада мемлекеттік құрылымдардың ықпалын азайту керек. Егер ұзақ мерзімге жоспар құрсақ, жеке капитал жетекші рөлге шығуы тиіс. Себебі инвестициялық серпіліс тек мемлекеттік қаржымен жүзеге аспайды. Инвестициялық холдингтер экономиканы ынталандыруы тиіс, бірақ жеке бастаманы шектемеу керек. Ендеше, қай салалар нақты серпіліс бере алады? Қазақстанда инвесторлардың қызығушылығын арттыратын бағыттар аз емес. Алайда басты сұрақ, біз шикізат жеткізуші ел боламыз ба? Әлде технологиялық хабқа айналамыз ба? Әлемде сирек металдарға сұраныс күрт артты. Электромобиль, жасанды интеллект, батарея өндірісі бәріне ресурс қажет. Қазақстан бұл бағытта артықшылыққа ие. Бірақ артықшылықтың өзі жеткіліксіз. Оны тиімді пайдалану керек. Ал тиімді пайдалану үшін не қажет? Әрине, бюрократияны азайту. Шетелдік инвестор үшін басты мәселе кедергіні қолдан жасамау. Қазір бір жоба бірнеше органның келісімін талап етеді. Қағазбастылық бар, үйлестіру әлсіз. Ендеше елге келетін инвесторларды қалай көбейтпекпіз? Оларға көрсетілетін қолдау, жасалатын жеңілдік қандай? Анығын Шерхан Абзалұлы айтсын. Шымкентте бір күнде 70-тен астам адам жұмыссыз қалып, инвестицияға салынған 500 миллион теңге құмға сіңе жаздады. Бұл ай сайын 500 тоннаға жуық құрылыс материалын өндіріп отырған мына кәсіпорында болған жағдай. Компания оңтүстік өңірдің өркендеуіне үлес қосып отырған орындардың бірі. Осыдан бір ай бұрын жалға алып отырған жер телімі туралы келісімде шарттардың бұзылғаны туралы хабарлама келіп, жұмысын тоқтатуы тиіс деген шешім шығады. Тығырыққа тірелген инвестор мәселенің шешімін прокуратураға жүгіну арқылы тапты.
ситуации, которая возникла. Егер мәселе шешілмегенде үлкен қиындыққа тап болар едік. Біріншіден, осыған дейінгі өндіріске қыруар қаржысын құйған кәсіпорын жұмысын тоқтатады. Екіншіден, жұмысшыларымызды жұмыстан босатуға мәжбүр болар едік. Тіпті еңбек ақысы төленбей қалу қаупі жоғары болады. Біз мәселе туған күні бірден прокуратураға жүгіндік. Олар бізге қандай құқығымыз бар екенін көрсетіп, әкімдік өкілдерімен кездесу ұйымдастырып берді. Нәтижесінде жер учаскесін жалға беру туралы қосымша келісім жасалды. Бұл салғырттығы басым саладағы бір ғана мысал. Инвесторлармен қарым-қатынас жүйесі күрделі әрі бытыраңқы екенін мемлекет басшысы да айтып жүр. Президент пәрменнен кейін инвестициялық саясат тұжырымдамасы қабылданып, прокурор сүзгісі механизмі енгізілді. Мемлекет инвесторлар үшін қаржыландыру тетіктерін күшейтті. Мәселен, былтыр қаржы тарту саясатына қатысты Қазақ Инвест ұлттық компаниясына инвесторлар тарапынан 400-ге тарта сұрақ түскен. Соның 216-сы 55%. Ол әкімшілік кедергілер екен. 46 сұрақ ол инфрақұрылымдық мәселелер. Жерге байланысты мәселелер 41 сұрақ болған екен. Сол сияқты әрде басқа да сұрақтары бар. Ол әкімшіліктеріне шығып, солармен мәселені қарастырамыз. Қазақстан қаржы құям деген шетелдік компания үшін қай жағынан алып қарасаң да тиімді. Елдің саяси тұрақтылығы, қолайлы инвестициялық ахуалы, географиялық орналасуы және жер байлығы мен кен байлығы. Тек қолда бар мүмкіндікті тиімді пайдалану қажет. Шерхан Абзалұлы, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Инвесторларды қорғау, қолдау тақырыбын жалғастырамыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Сұлтан Өтебеков, бас прокуратураның инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті басқарма бастығының орынбасары. Сұлтан Бақытжанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мемлекет басшысының тапсырмасымен активтерді қайтару комитеті инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті болып өзгерді. Бұл комитеттің міндеті қандай? Осыдан бастайық. Өздеріңіз білетіндей, президентіміздің стратегиялық курсы еліміздің экономикасын инвестиция тарту арқылы дамытуға бағытталған. Себебі инвестиция саласы кез келген мемлекеттің экономикалық өсуінің негізгі қозғаушы күші болып табылады. Елімізге жыл сайын миллиардтаған инвестициялар тартылуда және олардың қоныстануының маңызды факторы қолайлы құқықтық орта болып табылады. Осыған байланысты 2023 жылдың сәуір айында Қасым-Жомарт Кемелұлы бас прокуратура алдында маңызды инвестициялық жобаларды сүйемелдеу туралы нақты тапсырмаларды қойды. Аталған жұмыстың барысында 1891 инвестордың 1138 кейсі шешілді. Олардың Қазақстан экономикасына қосқан үлесі 23 триллион теңгені құрайды. Шешілген кейстер бойынша прокурорлар 443 қадағалау актілерін енгізіп, нәтижесімен 111 мемлекеттік органдардың актісі және сот шешімдерінің күші жойылды. Нәтижесімен 326 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Атқарылған жұмыстардың нәтижесімен 2025 жылдың 17 желтоқсанында президенттің тапсырмасына сәйкес инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті құрылды. Комитеттің басты мақсаты инвестиция саласын барынша мүмкіндігінше ашық және қарапайым ету. Сондай-ақ бас прокурорға президенттің тапсырмасына сәйкес инвестициялық омбудсменнің миссиясы жүктелді. Енді әрбір өңірлерде инвестиция саласына облыс прокурорлары жауапты болады. Сол үшін қазір біз әрбір облыстық прокуратураның аймақтарында арнайы топтарды құрдық. Енді Сұлтан Бақытжанұлы, рет-ретімен тоқталайық. Комитет өз жұмысында қандай механизмдерді қолданады? Комитеттің механизмдеріне тоқталатын болсақ, бірінші кезекте біз әрбір инвестордың проблемалық мәселелерін жан-жақты зерделейміз. Қажет болған жағдайда қадағалау актілерін енгіземіз. Мемлекеттік органдар тарапынан белгілі бір шешімдер бойынша созбалаңға салынатын болса, орындалуға міндетті нұсқама енгізу уәкілеті комитетке берілген. Сондай-ақ біз бұрын соңды егерде инвесторлардың арыздары, шағымдары бойынша шешім қабылдайтын болсақ, қазір әрбір инвест жобаға жеке-жеке прокурор бекітілді. Яғни инвестициялық жобаның бас аяғына дейін барлық проблемаларын қандай кедергілермен кездесетінін біліп отырады. Келесі механизмдеріміздің бірі ол прокурорлық сүзгі жобасы. Прокурорлық сүзгі жобасы дегеніміз енді барлық мемлекеттік органдар инвесторлерге қатысты тыйым салу, шектеу шараларын прокурорлармен келісуге міндетті. Тағы да бір жаңа құралдарымыздың бірі ол инвестор мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларды сотқа жеткізбей, комитет жанынан бізде жаңадан алаң ашылды. Яғни сотқа жеткізбей тез арада комитет жанындағы алаңда шешуге мүмкіндік бар.
Келесі тағы да бір механизмдеріміздің бірі ол сараптамалық кеңес. Комитет жанынан мемлекеттік органдардың, заң, бизнес қауымдастық өкілдерінің және халықаралық сарапшылардан құрылған сараптамалық кеңес ашылды. Сараптамалық кеңестің басты мақсаты ол бізде заң нормаларын зерделеу, яғни инвесторлерге қатысты артық талаптардың күшін жою, заң талаптарын оңтайландыру бойынша жұмыс атқарады. Прокурорлық сүзгі деген түсінікке тоқталайықшы. Бұған дейін инвесторлар қандай қысым көрді? Нақты бір мысал келтіріп айтып бересіз бе? Прокурорлық сүзгі жобасына нақтырақ тоқталатын болсақ, прокурорлық сүзгі жобасы 2025 жылдың 20 қаңтарынан бастап кәсіпкерлік, азаматтық, әкімшілік құқық бұзушылық кодекстеріне ұғым ретінде енгізілді. Енді барлық инвесторлар жаңада атап өткендей прокурорлармен өз шешімдерін мемлекеттік органдар келісуге міндетті. Олар бізде инвесторлерге қатысты жүргізілетін тексерулер, әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалар, сотқа талап арыз енгізу және тыйым салу шараларын прокурорлармен келісуге міндетті. Прокурорлық сүзгі жобасының жалпы идеологиясы бұл тек заңға ғана емес, ақылға қонымды, яғни экономикаға беретін үлесін есептей отыра қабылданатын шешімнің бірі болып табылады. Яғни біз тек мемлекеттік органның ғана пікірін емес, инвестордың да өзінің уәжін тыңдап, ортақ шешімге келеміз. Бір мысал келтіретін болсақ, жер қойнауын пайдаланушы өз міндеттемелерін орындамаған үшін уәкілетті орган келісім шартты бір тарапты бұзуға ниет білдірген. Яғни сол келісім шартты бізбен келісу үшін прокуратура органдарына прокурорлық сүзгі жобасы аясында жолдаған. Біз сол келісім шартты зерделеу барысында инвестор 2020 жылдан бастап жобаға 20 миллиардтан аса қаражат инвестиция құйғанын анықтадық. Сәйкесінше инвесторге міндеттемелерін орындауға тағы да қосымша уақыт беріп, келісім шарттың мерзімін ұзартып бердік. Жалпы бүгінгі күнге прокуратура органдарына осындай прокурорлық сүзгі жобасы аясында 27 мың материалдар келіп түсті. 27 мың материалдардың ішінен 400 тексерулер мен 500 әкімшілік хаттамалардың алдын алдық. Яғни заңсыз тексерулер мен заңсыз әкімшілік хаттамаларға, әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалар бойынша тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесін алдын алдық. Олар бойынша біз 326 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Осы жерде нақтылайық, 2025 жылы прокуратураға инвесторлардан қанша шағым түсті және бұл шағымдарды негізді деп танылғаны қанша, тексеру тоқтатылып заңсыз деп танылғаны қанша және ең бастысы жаңа өзіңіз айтып өткен инвесторлардың құқығы бұзылғаны туралы жауапкершілікке тартылған лауазымды тұлғалардың саны. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде тек 2025 жылдың өзін алатын болсақ, 2025 жылдың өзінде 643 инвестордың кейсі шешілді. Олар бойынша прокурорлар 225 қадағалау актісін енгізді. Сол сияқты қарау нәтижесімен 52 мемлекеттік органның актісімен сот шешімдерінің күші жойылды. 190 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жалпы осы 643 инвестордың кейсін зерделеу барысында ең көп шағымданатын мәселелердің бірі бізде ол жер мәселесі. Себебі әрбір инвестор белгілі бір құрылысты бастау үшін жер учаскесінен бастайды. Сондықтан жер учаскесін алу, жалға алу, одан кейін оның мерзімін ұзарту, тіркеу сияқты мәселелер бойынша ең көп шағымданады. Екінші көп шағымданатын мәселелер осы кейстердің ішінен бізде ол техникалық шарттар. Кез келген құрылысты жүзеге асыру үшін инфраструктура қажет. Су, электр, жылумен қамтамасыз ету үшін техникалық шарттарды алуға міндетті. Осы техникалық шарттар бойынша да көп кедергілерге ұшырап жатады инвесторлар. Үшінші ең көп шағынатын арыздар бойынша мәселелерді қарайтын болсақ, ол рұқсат құжаттары, лицензиялар. Мынау құрылысты бастау үшін де кез келген инвесторге бізде құрылыс рұқсат құжаттарын алу қажет. Сондықтан осындай бір проблемалармен ұштасып жатады инвесторлар. Ал мынау шағымдарды қарастырып, жауабын шығарғанға дейін қанша уақыт кетеді? Кей кезде инвесторлардың кейсі 3 күнде де шешіліп жатады, кейде бір аптаның мерзімде де шешіліп жатады. Енді заң талаптарына сәйкес бізде кез келген арыз 15 жұмыс күні ішінде қаралу керек, бірақ кейде біз 15 күнді күтпей, бір күннің ішінде де, 2 күннің ішінде, 3 күннің ішінде шешкен кейстеріміз бар, жеткілікті. Түсінікті. Енді әлбетте кез келген инвестор өзінің құқығы қорғалатын елге баруға ниетті. Яғни ең алдымен қауіпсіздік пен әділеттілікті қалайды. Алайда осы инвесторлардың құқығын шамадан тыс қорғау оларды тым еркінсітіп жібереді деген бір пікір де айтылады. Сіздің ойыңызша, осы мемлекеттік органдардың жұмысын тежеп қоймай ма? Сұрағыңыз өте орынды. Жалпы прокуратура органдары маңызды инвестициялық жобаларды сүйемелдеу барысында тек мемлекеттік органдар тарапынан бір белгілі бір мемлекеттік әкімшілік кедергілер бар кезде ғана инвесторлардың құқықтарын қорғайды. Яғни басқа жағдайларда мемлекеттік органдар өз уәкілеттіктерін тиісті деңгейде орындап жатса, прокурорлар ешқандай кедергі келтірмейді. Бұл жерде біз прокурорлық сүзгі жобасында айтып өтуіміз керек. Бұл жердің басты мақсаты ол
жаңада өзіңіз де айтып отқандай, біз инвесторлерге қатысты бір артықшылық көрсету деректер көрсетілмейді прокуратура органдарынан тарап. Тек мемлекеттік органдар тарапынан белгілі бір құжатты уақытында бермеу, немесе заң талаптарына сәйкес белгілі бір лицензия 30 күннің ішінде берілу керек болатын болса, сол кешіктіріліп жатса, сондай кезде ғана араласамыз. Жалпы біздің еліміз әртүрлі салаларда үлкен әлеуетке ие, оны өзіңіз де білесіз. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы мемлекеттік аппарат қазір өзінің инвестиция саласына деген көзқарасын 180%-ға өзгертіп, жаңа форматта жұмыс жасау керек. Себебі бұрын соңды біз егер инвесторлар мемлекеттік органдардың артынан жүгіретін болса, қазір керісінше мемлекеттік органдар инвесторлардың артынан жүгіру тиіс деп есептейміз. Неге десеңіз, себебі біз инвестиция тарту арқылы тек еліміздің экономикасын дамытып қана қоймаймыз, халқымыздың әл-ауқатын және әлеуметтік саланы да дамытамыз. Ең бірінші ол бізде медицина саласы. Медицина саласы даму арқылы өзіңіз білесіз, медициналық туризмді де дамытуға болады. Ал өзіңіз білесіз, әлемде қаншама мемлекеттер бар, медициналық туризм арқылы өзінің мемлекетін әлемге паш етіп жатқан. Екінші кезекте инвестиция тарту арқылы біз әрбір инвестор құрылыс барысында мыңдаған адамдарды жұмыспен қамтамасыз етеді. Демек, біздің халқымыз, біздің азаматтарымыз жұмыспен қамтамасыз етіледі. Өзіңіз білесіз, небәрі қаншама адам жұмыспен көп шоғырланса, демек, саяси тұрақтылықтың да өзінің бір нығая түсетіні сөзсіз. Үшінші кезекте ең маңыздысы инвестиция тарту арқылы біз білім мен ғылымды дамыта аламыз. Қазіргі өзіңіз білесіз, білімді ұрпақ болашақтың кепілі деген керемет бір ұғым бар ғой. Сондықтан қазіргі жаһандану заманында ғылым мен білім саласы прогрессивті түрде дамып келе жатқанда, біз озық технологияларды игеру мақсатында шетелден келіп жатқан жаңадан инвесторлардың бір өздерінің ерекшеліктерін зерделеп, озық технологияларды игеруден мүмкіндігінен айырылып қалмауымыз керек. Сіздің жеке пікіріңіз, мемлекеттік орган, инвестор және тұтынушы арасында қандай мәдениет қалыптасу керек? Жалпы мемлекеттік орган, инвестор, тұтынушы арасында қандай мәдениет қалыптасу керек дейді. Бұл жерде біз әр тарапқа өзінің бір ыңғайы болу керек деп есептейміз. Себебі инвесторге де қолайлы болу керек, мемлекеттік органға да қолайлы болу керек. Яғни біз маңызды инвестициялық жобаларды сүйемелдеу барысында бір тарапта қарамаймыз. Мемлекеттің де мүддесін қараймыз, инвестордың де мүддесін қараймыз. Яғни барлық жағына қолайлы. Кәсіпкерлер айтады ғой, бизнес дегеніміз не? Бизнес дегеніміз ол екі тарапқа да ыңғайлы болу. Яғни кез келген жасаған дүние екі жаққа да өзінің бір пайдасын алып келу керек. Яғни келіп жатқан инвестицияда мемлекетке пайдасын беру керек, мемлекетте инвесторлерге өз көмегін көрсету керек деген тұжырымдама жасағым келеді. Ұлттық цифрлық инвестициялық платформа арқылы инвестициялық жобаларды сүйемелдеу қалай жүзеге асырылады? Ұлттық цифрлық инвестициялық платформаны президенттің тапсырмасын орындау барысында Сыртқы істер министрлігімен бірге бастамашылық еттік. Қазіргі таңда платформа 3 модульден құралған: инвестицияларды тарту, жүзеге асыру және мониторинг. Бұл жерде прокурорлар үшін ең маңыздысы жүзеге асыру мен мониторинг. Платформаның ерекшелігі бізге қашықтықтан қай өңірде қандай инвестициялық жоба бойынша қандай проблема бар екенін көре аламыз. Ол жерде платформаны ашып қарасақ, ол жерде бағдаршам ретінде әр инвестициялық жоба бойынша жол картасы әзірленген, қызыл, жасыл, сары түспен бекітілген. Қызыл түс бізде мерзімі өтіп кеткен тапсырмалар, яғни рұқсат құжаттың мерзімі өтіп кеткен. Сары түс бізде рұқсат құжатының мерзімі өтуіне 10 күн қалған құжаттар. Демек, осы сары түс прокурорларға сигнал болып табылады. Себебі бұрын соңды біз кризис менеджер ретінде құқық бұзушылық орын алғаннан кейін шешетін болсақ, сары түс бізге қазір құқық бұзушылықты болдырмау мақсатында рұқсат құжатын мерзімін өткізбеуге мүмкіндік береді. Жасыл түс дегеніміз ол мерзімі 10 күннен әлі ұзақ, яғни әлі бір жіті зерделеуге қажет етпейтін рұқсат құжаттары. Енді біз бұны қазір қандай өңірлер бойынша нақты айта аласыз? Бұл қазір инвестициялық платформада Қазақстанның барлық өңірінің жобалары енгізілген. Қазіргі таңда ол жерде бізде 2700 жоба қарастыруда. Яғни жобаны ашып, қазір платформаны егер біз ашып қарайтын болсақ, ол жерде қанша жұмыс орнын құрайтын инвестицияның сомасы қандай екен, барлық ақпарат сол платформада көрсетілген. Және де қашан, мысалы, белгілі бір тапсырманың басталу уақыты мен аяқталуы да көрсетілген. Сондықтан прокурорлар қадағалап, кабинетте отырып, соны қашықтықтан қадай алады. Түсінікті. Соңғы бір жылда прокуратураның араласуымен нақты қанша жоба сақталып қалды? Соңғы бір жылда жаңа өзіңізге айтып өткенде 643 кейс шешілді. Соның ішінен нақты бір
Бір мысал келтіретін болсам, мынау Павлодар облысында бізде француз инвестор сүт өнімдерін шығаратын зауыт. Зауытқа 1,5 миллиард теңге қаражат инвестиция құйған. Зауыт қаланың ортасында орналасқаннан кейін әкімдік заңсыз, негізсіз қаланың сыртына шығаруды талап еткен, бас жоспарының өзгеруіне байланысты. Осы кейске прокуратура органдары араласып, зауытты өз орнында қалдырды. Екінші бір кейс айтатын болсақ, ол Абай облысында сингапурлық компания цемент зауытын Қазақстанның даму банкінен сатып алған 7 миллиард теңгеге, жұмыс істемей тұрған зауытты сатып алып, оған 17 миллиард теңге инвестиция құйып, зауытты жүргізген. Енді уақыт өте келе, сол зауыттың бұрынғы егелерінің кредиторлары сотқа талап арызбен жүгінеді. Сот сол талап арызды қанағаттандырып, яғни Қазақстан даму банкі мен инвестордың арасындағы келісім шартты бұзып, зауытты қайтадан Қазақстан даму банкіне қайтаруды талап еткен. Осы кейс бойынша инвестор прокуратура органдарына араласып, хабарласып, біз бұл мәселені зерделеп, апелляциялық сатыдағы сотқа өтініш хат енгізіп, бірінші инстанцияға соттың күшін жойып, инвестор қазіргі таңда өзінің зауытын жалғастыруда. Осы реттен нақтылап кетейікші, инвестор өз құқығы бұзылған кезде комитетке қалай жүгіне алады? Қазіргі таңда бізде әрбір өңірлерде фронт офистар ашылған, облыстық прокуратураларының маңында фронт офистарларға кез келген уақытта жүгіне алады, ешқандай жазылуысыз, кез келген уақытта арыз жазбай-ақ бірден келіп, өйткені сол фронт офистарда барлық мемлекеттік органдардың уәкілдері қарастырылған, мынау кішігірім бір терезе қағидаты бойынша жұмыс атқарады. Одан кейін барып бізде 24/7 режимінде жұмыс істейтін мобильді топтар бар, телефон арқылы шалып, әрбір облыстық прокуратураның сайтында нөмірлері көрсетілген. Содан кейін бас прокуратурада 115 нөмір арқылы колл-центр қарастырылған. Колл-центрге кез келген инвестор өзінің проблемасын айтып, кез келген уақытта хабарласып жеткізе алады. Жақын арада инвесторлардың қатысуымен үлкен форум өткелі жатыр екен. Сол жайында нақты ақпараттарың. Жалпы мынау наурыз айында форумды өткізу бас прокуратураның қатысуымен, үкімет, президент әкімшілігінің қатысуымен және де барша шетелдік отандық инвесторлардың қатысуымен форум жоспарлануда. Форумның жалпы мақсаты ол жаңадан құрылған комитеттің уәкілеттіктерімен таныстыру, және де мынау инвесторлердің өз құқықтарын түсіндіру, сонда да мынау жаңа сізбен сұхбатта айтып өткен механизмдерімізбен таныстыру. Яғни жалпы біздің ешігіміз әрқашанда ашық, сондықтан мынау инвесторлерге қатысты барлық өзінің құқықтары бойынша бұзылу деректерін тыңдап, презентация жасау мақсатында форум өткізілуде. Сәттілік тілейміз. Шын жүректен Сұлтан Бақытжанұлы студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізде көп рахмет. Заң мен тәртіп қағидатын ұстанған әділетті Қазақстанды құруда істеріңіз оң әрі берекелі болсын. Сіздерге де үлкен рахмет шақыруларыңызға. Қазақстан қазір таңдау алдында тұр. Бірінші жол ескі тәсілмен жұмыс істеу. Сан бар, сапа жоқ. Екінші жол нарық қағидаттарын күшейтіп, жеке капиталға нақты жағдай жасау. Инвестиция бұл тек ақша емес, бұл технология, бұл басқару мәдениеті, бұл жауапкершілік. Жаңа инвестициялық кезең сәтті болу үшін жүйе өзгеру керек. Дұрыс әрекеттер жүйелі түрде қайталанса, тұрақтылық болады. Ал қалталы инвестор уәдесі көп жерге емес, жүйесі тұрақты елге барады. Бұл аптаның түйіні осындай. Амандықта жүздескенше.